Оған кезіксең, сақалдарыңды сипай бер. Черный Иван десіп бәрі де таңырқасты. Қой, ол шетелге кеткен топта болатын. Мен Москвадан шыққан бар газеттен жаздың аяқ кезінде оқыдым. Ол қазақ болмау керек. Оны мен де танимын, деді Дмитрий Томский. Мен де жақсы танимын, деді Черный Замук Батумский. Айтпақшы, Замук, сен Иванмен күрестім дейтін едің. Сол қара Иван емес пе өзі? Ол сары Иваннан қалай? Ол қара сары Иван дегендердің түсі болмаса, күші бір шайтанның баласындай деп жараттаған пішінмен міңгірледі. Өйткені бұл мұқаннан 2 рет жығылған палуан болатын. Дмитрий, сен қайдан көріп жүрсің оны? Күрестің бе? Күрескенім жоқ. Біз мектеп бітіріп, тәжірибе жұмысына шыққанда олар Харьковте күресіп жатыр екен. Бізді солардың сынағынан өткізгенде менің жетекшім Черный Иван болған. Қайда ол? Ұлғасына адам таңғалатын палуан. Мынауың оның тырнағына да тұрмайды. Қой енді, ол болмаса болмай-ақ қойсын. Менің тануымша, бұл қазақ сендер лақтырып тастай салатын сыраның шөлмегі емес, байқаңдар, деді. Қара Иван болып торлап қалмасақ болды, неше күнге созып жықсақ та, ерік бізде ғой деген палуандардың үміті біртүрлі күдіктілеу болып қалды. Серік алдымен 3-ші топтың 2 палуанын дайындады. Бәйгеге тігілген бір ат менікі деп, қолына түкірген шағын денелі Митя Амурский шықты. Мұқан отырған жерінде сыртқы киімін тастап, үйден әзірлеп келген жалаңаш етке киген шолақ шекпеннің белін қылшылбырмен байлап, таптама етігін тастап, мәсімен ортаға келді. Әдеттенген аяқты қанша жай адамдарша басамын десе де, мектепте үйренген қалпынша кетті. Көпшіліктің ол шапалақтау айғай шуымен цирк адамдары әңгірмей қалды. Ол кішкене стол қойып, орындықтарға отырған комиссияға қайрылмай палуанға барды. Мынаның аяғы бала кезінен шерап жылдам басатын болыпты, тегі жығатын шығар, құлшынып кетті, деді құрдасы. Күресетін кісісіне жақындағанда қолын соза керіп, кеудесін көтере бой құрсын жазғандай болды. Тон сыртынан киетін шекпеннің кең жеңін ойнап тұрған бұлшық ет қыртыстандырып жіберді. Әне, бұлшық еті темірді жарғандай, бұл қайдағы ауылдан келген адам болсын, деді цирк палуанның жанында тұрған басқарушы. Күресетін уақыт 40 минут. Қазақша күрес екені жарияланды. Әй Тілмәш, мынаған мен қазақ күресінің тәртібін айтам, әбден түсіндір. Мен көрсеткенді бұзса, маған өкпелемесін. Палуан әлі асықпа. Қолыңды ербеңдетіп қайтесің. Құдай алсаң, менің белім еркін тиеді қолыңа. Өзің қолыңды маған бер деп, 2 білегін сыға ұстап, өзінің белбеуін 2 бүйірінен тығымдата оған ұстатты. Сөйтіп оның белбеуінен өзі ұстап, бүйірін қусыра өзіне қарай бір тартты да, қайта кейін итеріп қойып, мынауың бос, міне, менікіндей етіп, беліңді қатты бұ, тасқанда белбеуің бос болса, беліңді қиып кетеді. Нанды содан тауып жеп жүрген саған ол бел ертеңде керек, түсіндің бе? Жақсылап түсіндір, Тілмәш. Өзің божыратып сөйлейсің, орысша аз білесің бе, әлде менің айтқаныма түсінбейсің бе, деп Тілмәшті кекек қойды. Ондаған жыл күресіп, күрессіз өткен күнін шықпаған күндей көретін Мұқан 2-3 ай ауылда болып зергіп қалғандықтан циркке келіп, шешінгенде суына қайта түскен балықтай жадырап кетті. Қарсы палуанына қазақ күресін баяғы өзін баулыған дәді Иван Поддубныша үйретеді. Бірақ Мұқанның қолы тиген сайын денесін темір тістеуікпен тістеткендей, жанын жеп, жығу үмітін түгелдей үзіпті болды. Қарсы палуанның ойына Черный Иван деген сөз еріксіз түсе берді. Қазақша күресті үйретемін деп, ілгері тартып шегіндіріп, білегін қысып, бүйірін сығып жатқанда, қарсылық көрсетудің орнына сілейіп қалған Митяны көріп, жайын қалай деп, басқарушы егін қақты. Ештеңе емес, бірағың не, бұрын күреспеген соң, мынау үйретіп жатыр ғой, арбасын өзі соғып мінетін ұстаға кездестен керек. Оның сөзімен Мұқанның ісі болмай, әй, бір аяғыңды алға бас бұлай, деп, балтырын біреу өзіне қарай күйрете тартып қойды да Тілмәшқа бұған айт. Орысша күрес араластырам деп жерге аунамасын. Онда мұрнын бұзы болады, деп, кейін шегінің кіреп барып палуанға қарады. Тезірек ұстас, тойға ертіп келген балаңдай баптап кеттің ғой деген біреудің асыққан дауысы шықты. Оған қобалжыған Мұқан болмады. Шолақ шекпенінің жеңін сыбанып тұрып, әй, тәйірі, несіне асығасыңдар? Тасатын кісіні ұстап көріп жатырмын.
Бұл да қыздардың шиден істеген қуыршақ емес сияқты, не боларын кім білсін. Өзінің үйреткеніндей ұстасып, әдіс алысқандай біраз жүрді. Митяның кеудесін көтеріп, денесін өзіне қарай тартқысы келген қимылдарына бүйірін сұға нығарлап, аяғын қимылдатқызбай тастады. Күрес уақытының 25 минут өткенде Митяның бүтін денесін тер басып, жүрек ауыру ұстағандай ентігіп жүреді. Көпшіліктің шыдамы кетіп, шырағым алып соқ, бұлға ермегің, болдырсайшы десті. Әй, ағалар-ай, болдыра алмай жүрмін ғой, деді ұстаса жүріп. Болмай жүрген түгі жоқ, өзің ойынға айналдырып жүрсің. Ағайын-ай, қинадыңдар-ау, сыйыныңдар шаруаққа, пах деп еңкейген еңсесін жоғары көтергенде, Митя айырдағы шөптей дәл төбесіне келді. Атып жібереді деген күдікпен басқарушы ысқырығын шырылдата қасына келіп қалды. Жөп білімді Мұқанның бір белбеуден босап кетіп, Митя жерге тік тұра қалды. Мынауың өлтіретін болды, бүйткен күресі құрсын, деді әлсірей бастаған Митя. Мұқанның ұстап тұрған бір қолын босатуды сұрап. Әй, Тілмәш, мынау не деп тұр өзі? Мен жығыспай босатпаймын. Мен мұндай күреспен қайта күреспеспін, деді Митя. Оны комиссия қабыл етіп, бірінші пар жұмысын бітірді. Екінші палуанды 3 минут ішінде жықты да, Мұқан киімін киіп цирктен кетіп қалды. Ертеңіне цирктің басқарушысы Мұқанды кеңсесіне шақырып алып өтініш жасады. Алып соқ, шидем Көпінский азамат. Сен кімсің, шыныңды айт? Сен орыс тілінде білесің, Тілмәшсіз өзің сөйле. Бізді енді алдыма, деді. Ей, мынауың не деп отыр, түсіндірші деп. Тілмәшсіз деді. Ол жоқ еді. Мұқанды сынамақ болып, Тілмәшті жорта қасындағы бөлмеге отырғызып қойған екен, амал жоқ алып келді. Сөз қайтадан қазақшаланды. Жоқ, бұйырмасын, түсінсем, неге сөйлемейін? Атым да сол, өзім де осы отырғаным. Әкемді көріп отырсыңдар ғой, анау күнде келіп жүрген қарашал. Онысы нағашысы Қали болатын. Цирк басқарушысы күдігінің түйінін шеше алмады. Ол екінші тілегін айтты. Біз келісім қағазды қайта жасайық. Көктемге шейін бізде қалатын бол. Басқарушы, мен 35 сом айлық алам, саған 50 сомнан берейін. Кассаға түскен 100 сомнан артығының тең жартысын алам дегеніңді қой. Ой, айта көрме, уәде. Құдайдың аты, мен екі сөйлемеймін. Ақ қағазға бармағымды бір басқан соң айтқанымда тұрам. Ақша түспесе, түктің керегі жоқ. Алуаныңның екеуі жығылды ғой. Енді қалғандарыңның бірінен жығылсам, көлігімді беремді кетем. Бүгін нешеуімен күрестіресің, оны өзің біл. Бүгін жығып шықсам, ертең ақша бер. Қалада шетін ас, көлік, шөбі сатулы екенін білесің. Теңге керек болып жатыр. Не де болса бір күнде болсын деп едім. Оған өзің болмай созып отырсың. Тағда жоқты сылтау өтіп, күнде күрестің жобасын қысқартып жүрме. Біз қазақ мал баққан ел екенін өзің білетін шығарсың. Ауылда малымыз бар, таситын шөбіміз бар. Алда разы болсын, бізді бөгеме деп, шартты қайта жасау туралы сөзді орындамай қойды. Амал жоқ. Көшірмесі қолына берілген қағаз күшінде қала берді де күрес жүре берді. Бір жеті уақыт өтіп, 12 палуан қазақ күресінен түгел жығылып болды. Мұқанға келіскен жарнадан 350 сом ақша түсті. Сатылған билетті санап, кассаны тексерейік деп Мұқан айтпады, бергенін алды. Шапан шапқұт дегендей көруші көпшіліктен сыйда түсіп жатты. Қазақша күрес бітіп, цирктің тасыған сүттей табысы суалатын болды. Цирктің бастығы беделді бір қазақтың үйіне қой сойып, Мұқанды серіктерімен қонаққа шақырды. Әлгі цирктің өз ақшасын өзіне аямай, риза боларлықтай сый істеді. Дастархан үстінде цирктің басшысымен палуандары түгел болды. Ас әзірлегенше шай үстінде циркшілер мынадай өтініш етті. Алып соқ мырза, атың бұл емес, өзің айтпаған соң амал қанша, солай атай береміз де. Кеше бір үйде қонақта болып, баласымен келген бір қонақ сен туралы әңгіме болғанда, сол үйдің баласы, ол жасырынып жүрген Мұқан мұңайтпасып деп еді. Әкесі, сен қайдан білесің оны, ол елге келген жоқ деп жекіп тастады. Содан кейін сенің кім екеніңді білмей дал болдық. Шамасы, біз білмейтін қазақтың белгілі адамы көп сияқты. Ел болған соң солай болады да. Енді тілегіміз мұнау. Шаруаң жағынан асығыс болсаң, мына қартты ауылға қайтара тұрып, өзің біраз күнге тағы қалуыңды сұраймыз. Мына палуандарды сен қазақ күресімен тасуға келтірмей-ақ жығып шықтың. Бұлар да тек жерге шайынша салған қура емес еді. Жүзді жығып жүлде алғандар болатын. Бізде циркке сайдың тасындай саралап алған адамдармыз. Бұлардың көңілінен де тарамайтын арман қалып отыр.
күштілігінде шегі жоқ. Бірақ біз әдісіне жетілмеген қазақша күреспен күрестік. Бізбен тек французша күрессе екен, жығылсақ та армансыз қалар едік деп тілек етеді. Мына әкеңнің алдында осыны айтып, сенен тілек еткелі дидарласып отырмыз. Осыған не айтасың деді. Мұқан ойланып серіктеріне қарады. Олар жымисық қойды да, өзің білесің, жауап бер десті. Мен французша күресті білмеймін ғой. Білетініңе біздің шегіміз болмай отыр. Тіпті білмеген күнде білмейтін күреспен бізде күресіп жығылдық. Қазір болса сен де солай боларсың. Мен қандай күрес болса да жығылғым келмейді. Жарайды, ойласып ертең циркке келіп өзім айтайын деді. Ас деп адамдар ас ішуге бөлінгенде Мұқанды палуандар өз бөлмелеріне алып кетті. Цирктің жарнамасы жаңарып, алып соқ Шидем Купинскийдің француз күресіне өтіні жарияланды. Мұны естіп, дүмеген жұрт дүмей түсті. Цирктің билет тағы да жетпей қалды. Күреске жаны құмар қазақтар ауыл-ауылдан ағылып келіп жатты. Цирктің тәртібі бойынша арасына күн салып, Мұқан бір палуанмен күресетін болды. Алдымен Митя келікті. Әй Тамыр, мен саған қазақша күресті үйретіп едім ғой, сен французша күресті үйрет. Белбеусіз сені қалай ұстап жығам? Судан шыққан балық сияқты жылмаңдап тұрсың. Митя недерін білмей сасқанынан күліп жіберді. Сен білмесең де сені жығам деген ой менде жоқ. Оған дәмеленіп тұрғам жоқ. Бол баста, қалай өзі, маған не істейсің? Ол келіп жауырынан қағып жіберіп еді, Мұқан етпетінен жата қалды. Мынау бір ұрып құлатқаны ма, тегі күші көп болса да, әдісін білмеген соң қиын екен ғой деп шуласты жұрт. Митя аздап дәмеленіп қалғандай, әдісін білмегеннен болар деп, оның кеудесіне еңсесін арта жатып, қолтығына қолын сұға алқалаттақ болды. Бірақ ол үміті ақталмады. Бейне бір жерге шегелеп тастағандай қозғалар емес. Қабырғасына алған қолын қайырып үстіне шығармақ болып әуреленді. Онысы қабырғасына байлап қойғандай бүлкетер емес, етпеттей жатыр Мұқан. Арқасында бал ойнатқандай жауырынын созып әбден діңкелетті. 20 минут уақыты таянып қалды. Ол үстіне труси кимей, кең балақ жарғақ шалбар тауып киген еді. Митяның аққан тері оны былбыратып жіберді. Уақыт 2 минут қалғанда екі қолын қолтығынан бірдей сұғып, бұлшық етін ұстап алған Митяның оң қолын сығымдай ұстап, ұшып тұрды да еңкейе беріп, иығынан асыра шалқасына салды. Ол тізе бүгуге шамасы келмей, тандырдың нанындай жабысты. Классикалық жығыс деді төреші. Өз үйреткен әдіспен жықтым. Мұндай күресті кім көрген деді Мұқан. Ауыл палуанның шеберлігі күннен күнге жетіле берді. Мыналардың әдісін әбден біліп алды деп күңкілдесті көрушілер. Егіз палуан жығылып, Черный замок алаңға шыққанда Мұқан қаңырлау тұрып көз қиығын салды да, мұны мен ең соңынан күресем деді. Оның денесі Мұқаннан 1,5 есеге жақын іреді. Көрушілер осыдан қауіптенеді білем деді. Оны елең қылған Мұқан болмай басқалармен күресе берді. 11 палуан 11 түрлі әдіспен келсе де жығылып, төрелік айтушылардың біріне наразылық білдіргені болмады. Қала бастықтарының үлкен кішісі, атақты байлар, саудагерлер, әкімдер болып түгел күрес қызығына қарасты. Мұншалық күш, мұншалық шеберлік ауылға қалай сейіп жатқанын, оны осы уақытқа шейін көздеріне түсіре алмағанына өкіністі. Мұның кім екенін білу үшін Артерек болысына тексеру хатта жазды. Құрметті ұлық, ол болыстың адамы. Мал баққан Қали дегеннің баласы, оның жиені Мұқан Мұңайтпасов деген Петроградта күресіп жатыр. Баяғыда бабалары батыр болған адам көрінеді деп жауапта келді. Содан кейін Черный Иван деп күдіктенгендері шешілмей қалды. Дуанда болғанына айға жуық уақыт өтіп, ең ақырғы Черный замокпен күресетін кеш келді. Адамның дүмеуі күннен күнге тасқындай берді. Біреуден біреу сатып алып, бір билет 5 сомға шейін барды. Айрықша атағы бар дәудің біреуі өткен күресте өте тез жығылды. Елді таңырқатқан жағдай, палуандардың кішілері күрес мерзіміне жеткенше, кейде асқанша тіресуші еді. Үлкендеріне кезек келген сайын жығыс жылдамдай берді. Әрі палуанның бірі 3,5 минуттақ жығылды. Бүгін Мұқан көпке шейін циркке келмеді. Көрушілер сол шынымен осыдан қауіптенеді. Келмей қашып кеттіге еттесіп отырғанда Мұқан да келді. Палуан, бүгін кешігіп келдің, күнде ерте келетін едің десіп, таяу отырғандар жайын сұрады. Өзім тым ауыратып, басым ауырған соң бүгін келмей-ақ қояйын деп едім. Мына қара дәуден қорықты деп айтама деп ұялғанынан келдім дей салды.
Әнеу күні қазақша күрескенде осыны тез-ақ жықтың. Соны қазақша күрестің әдісін білмегендіктен жығылды деушілер болды. Ал сен мынау күрестің әдісін білмейде жығып жатырсың. Бізше әдістің тетігі күш сияқты. Осы дәуғараның күші өзіңнің қалай көп пе? Ойбай, мұның теңдесі жоқ палуан ғой. Әнеу күні аруақтар жар болып жығып едім. Бүгін қайдам деп Мұқан қорыққан кейіп көрсетті. Алла жар болсын шырағым. Тескен бе, күшің басым екенін осы серіктің өз адамдары айтып, ауыздарының суы құрып жүр. Құдай біледі, жығасың десіп, қарттар сүйеу бергендей сөздерін айтысты. Мұқан Черный замокқа жылдам басып барды да, өкшесін жерге тіреп жіберіп, мойнынан шап беріп құшақтай алды. Биіктене иіліп, бастары түйісті де, қолдары екі басты қосуға салған құрсаудай айқасты да қалды. Екеуі өгізше тіресіп бірнеше секунд тұрды да, Мұқан желкетін қыртыстандырып алды да, замоктың айқастыра ұстаған қолын серппеше жазып берді. Еңкей беріп басын төмен қарай сырғыта, жазылмаған күшті қолды нығырақ сілкіп жіберді. Нардай үлкен дене кілем үстіне етпетінен сұлады. Оны жайғасып жатуға уақыт тапқызбай, кеудесімен иығын жаныштай басып, аударған қаптай төңкеріп тастады да, кеудесін басып жата қалды. Ысқырық шырылдап, жығудың әділ екенін, жығушының ерекше күшті екенін хабарлады. Сен түсіңді менің ағам Ванядан екі жығылып, маскаңды алдырып едің. Мұнда келіп, менен жығылғаның ұят емес пе, деді. Жығыс кешірімін сұрап, қол алысып тұрғанда орысша болбырата сөйлеп. Черный замок еңкейе қарап: «О, Ваня, бауырым, сені көрген бақытты күнім осы екен ғой», деп қанатын жая құшағын алды. 1948 жылы август айының аяқ шенінде Темірлан ауданына қарайтын Ленин атындағы колхозда отырған Мінайым жеңгейдің үйіне есекке мінген бір колхозшы келіп: «Мінайым, Қажекеңнің қабірінің басына барып шай қайнатып ішіп, қабіріне гүл қойып жүрген орыстың кім екенін білдіңдер ме?» деді. Үйдегілер таңғалысып, жанындағы зиратқа қарай тұра жүгірісті. Келсе, қартаңдау келген алып денелі орыс, арқасында арқалап жүрген жүгі бар. Сұраса келгенде осы қабірді әдейі іздеп келгенін айтты. Есбол Айдархандар үйіне ертіп келіп, асын беріп, Қажекеңнің досына сый құрмет көрсетті. Ол Ақмоладағы белгісіз болып күрескен 12 палуанның бір екен. Қартайып, пенсияға шығыпты. Жіп-житса күресі. Дүние жүзін аралаған палуанның ұзын сапары Харбин қаласына барып бір тұйықталды. Онда Қытай, Жапония, Корея, Монғолия палуандары келген. Саргекки, Қажымұқан солай атайды, Жапонның Париждағы дүниежүзілік күреске қатынасқан палуаны. Ол французша күрестен Қажымұқаннан 2 минутта жығылып шықты. Үйгелек, зақор, кек сақтағыш мінезі бар, көп сөз, күлкіні жек көретін палуан екен. Жапонның Микадосы қайығын жүргізбеген желді, орыс Қытай жақтан соққан жел деп елін өшіктіретін Жапон ғой. Тілтеме. Микадо Жапон патшасы болған адам. Саргекки сол тәрбиемен жүрегін еріксіз қатырған. Қытай Корейдің көп палуаннан басым болып, 12 палуанды жығып, мақтанышпен қайтамын деп тұрғанда, өзін құрамға келтірмеген қарорыс келіп қалды. Күресті қайталап уақыт созбас үшін Саргекки де кім жықса да соның жыққан палуандарын түгел жыққан болып есептелсін деген күрес комиссиясының ұйғарымы болды. Күрес французша болады, деді комиссия. Мен Жапон күресі жіп-житса мен күресем, деді Саргекки. Бұл күресте ешбір ереже жоқ. Палуандар кез келген жерінен ұстап, шамасы келсе жұлып тастай беру болатын. Иван Корин, сен жапондарға жақынсың ғой, мынаның айтып тұрған күресін білетін шығарсың. Сен күрес, деді жат күрестің жайын білмеген Қажымұқан. Айта көрме, таласқан иттей жараланып кім жатсын, мен күреспеймін, деді Сахалиндік Иван. Мен жіп-житсадан басқа күреспен күреспеймін. Орыс палуандары күреспесе бәйгені шаппай алам, жеңіс менікі, деп Саргекки қасарып отырып алды. Қаңырайып жерге қарап отырған түріне үңіліп біраз тұрды да, аузына алақан толтыра салған насыбайын жерге қатаңырақ түкіріп: «Жаз мені, иттің күресі болса да күрестін», деді Қажымұқан. Өлген үшін ешкім жауапты еместігіне екеуі де тілхатқа қол қойды. Цирк көрушілерден 2 кісі шақырып,
Акқа қол қойғызды да екеуіне де ақ майка трусы кигізіп, есікпен төрдегі жерден қоя беріп қоңырауды шылдыр еткізді цирк басқарушы. Жапонның тарамыстанған темірдей қатты қолы Қажымұқанға сарт ете қалып, орғып бір өтті. Жылдамдығына көз ілеспей, Қажымұқанның басына ол тағы бір тиіп, цирктің екінші жағына қарай секірді. Қажымұқанның басы көзін қан басып, жосадай боп сорғалап жүре берді. Көрушілердің арасында отырған орыс палуандары орындарынан ұшып тұрып, ойнақтап жүрген Жапонға ұмтылысты. Шық бері, өлдің ғой байғұс деген ащы дауыс цирк ішін жаңғыртып жіберді. Тәртіпшінің үсті-үстіне шырылдап ысқырғаны Саргеккиге тап берген орыс палуандарының жолын бөгеді. Қайда барасыңдар? Қарғыс атқан ит, адамымызды өлтіресің бе? Күрестің ережесі сол, шамасы келсе ол да соның істегенін істесін. Тәртіпті бұзбай, орындарыңа барып отырыңдар деп басқарушы зілдене сөйлеп түсін суытты. Шабынған арыстандай үш палуан білек түріп сыбанған күйінде тұрып қалды да, иттің қолын енді денеңе тигізбе деді ашулы үнмен. Жапон үшінші рет зуылдап келіп, қанға боялған Қажымұқанға қайта қолын сала бергенде, әдісін алып тұрған Қажымұқан екі қолын шап беріп, артына қарай қайырды да, земенен бір қағып, дөңбектей жерге былш еткізді. Бұлқынған күйі ет бетінен салып қойып, оң тізесімен иығынан басып, сол аяғымен желкесін тіреп тұрып, сол қол Саргеккидің үстіңгі ерні мен мұрнын қоса қабат кейін сыдырып барады. Цирк басқарушының ылдыраған қоңырау естілді. Бұл сияқты жабайылық салтын талай көрген цирк басқарушысы да бұған үрескел деп қарамады. Қажымұқан бір ай емделіп жазылды, бірақ оның дәде Иван мектебінен қалыптасып, шыныққан сұлу денесіне біраз ажарсыздық енді. Көктем мезгілі тағы бір айналып түскен кезде де Қажымұқан ауруханадан шығып, өзінің достарына қосылды. Бұлардың жатқан жері Харбин циркінің қорасының ішіндегі ойыншылар тұратын жатақхананың бір бөлмесі еді. Қора ішіндегі үйлі жатқан жуан ағаштардың үстіне киім төсеніштерін жайып, тамылжыған шуақта Құзар таудың бүркітіндей орыстың 4 палуаны отырды. Бұлардың жасы үлкен ағасы да, өздеріне тән жұмысына басқарушы да Иван Корин болатын. Цирктің жарнама қағазының қалыңдау біреуін жайып, шұжығын, балығын, дәу қалаш нанын, дорбаларындағы сырлаған темір сапты аяқтарына келіп, «Қойға келіңдер, туысқандар, Дуня, Якуб, қарт шақыр». «Дәулер-ау, бұларың немене? Қой, мына Черный Иванды көптен күтіп жатыр едік, енді елге қайтар алдында жол ашармыз. Бұл палуанның аты Қажымұқан емес пе? Бұрын біз Черный Иван дейтін едік. Сіз айтып тұрған атты Стамбулдан тауып алды. Басына түскен қара жара осының қырсығы. Енді бұрынғыша атаймыз, құтты атыңнан қайта қойылған үшін». Палуандардың бұл тобының күрес өткізген қаласының бір Стамбул еді. Соған қатынасқан Мұқанға түріктер қатты қызығып, достасқан тобынан айыруға алуан түрлі айла істеп көріпті. Қонақ үй бағының ішінде ағатын арықтан күндегі әдеті бойынша жуынып судың бетіне қадала қарап отырған Мұқанның үстіне әлдеқайдан су шашылып кетті. Басын көтеріп алдына қараса, судың арғы бетінде бастарында жылтыраған тақиясы бар, ауыздарын ақ жібекпен орап алған екі қыз отырғанын көрді. «Сәлем» деп қылмыңдайды қыздар беттеріне қараған жігітке. «Сәлемет болыңдар сұлулар, суды неге шашасыңдар? Неге қарамайсың? Сендерден сұлу суға қарап тұрмын. Су бізден сұлу ма? Сұлу. Судың ағысы сендердің жүрістеріңдей қисық емес. Біздің жүрісіміз қисық бекен. Қисық болмаса, менің үстіме қайдан келе қойдыңдар?» Екі қыз сықылықтап күліп, ораған жібектерін жазып жіберді. Еліктей жұмырланған сұлу мойындарындағы моншақтар суға шағылысып, үлбіреген тамағы, маржандай ақ тістері, гүлдей қызарған еріндері айқын көрініп, Мұқанды еліктіргендей болды. «Сендер қайда тұрасыңдар? Алдыңдағы ашық тұрған терезені көресің бе?» «Иә, сол үйде тұрамыз». «Үйге жүріп, қонақ бол. Мен үйлеріңе бармаймын. Неге? Мен Стамбулға қонаққа келгенім жоқ. Күрескелі келдім. Күрес біткен соң қайтамын». «Қайда?» «Ресейге». «Ресейде кәпірлер тұрады, бізге қал». «Сендер білмей айтасыңдар. Ресейде кәпір жоқ, орыстар бар, олар жақсы адамдар. Сендер мені кәпір деген адамдарды осы араға ертіп келіңдерші. Оны қайтесің? Мына суға тұмсығын батырам. Қайтып ондай сөзді айтпайтын болады». Сол екі қыз соңынан бірнеше рет кездескенде
қалаған қызыңызды ал да түрікке қал дейтін болды. Менің қымбаттым қыз емес, туған елімнің топырағы, деді Мұқан. Мұқан бір күні Стамбулдың үлкен мешітін көргелі барғанда, түріктің ишаны басына шашақты қызыл тақия кигізіп, бұл барлық мұсылмандардың мешіттерінің анасы, бұған кірген кісі қажы болады, енді сен Ажымұқан болдың деп, басына шашақты қызыл тақия кигізіп, тақиялы суретін газетке басып шығарды. Одан қасындағы жолдастары күлкі етіп, Қажымұқан атап кетті. Оған шейін Мұқанның өзінің де әкесінің де аты талмай, басқа бір жанама атпен аталып жүріпті. Өзімен көп жыл жолдас болған Көреннің айтқан әңгімесі де сол. Енді Жапонияға барамыз ба? Жо, деді Қажымұқан. Мен Дубный мен Лондонға баратын едім. Мені одан айырған кемемен жүре алмайтыным. Мінсем жүрегім лоблиды. Жапонмен аралықта үлкен теңіз бар екен. Олардың маған ұсынатын дәмін Харбинде таттым, енді бармаймын. Елді сағындым, енді елге қайтайық. Жер жүзінің бір жерін араладық. Туған топырағымыздан, Россиядан әсем елді еш жерде көргенім жоқ. Дұрыс айтасың, бауырым. Жердің көріктісі, елдің мейірімдісі өз отанымызда. Олармен бірге жасап, өмір өткізгеннің арманы жоқ. Орынбор қаласы циркті шақырып, қағаз келіп жатыр, соған барайық, деді Корин. Тойларың тойғыласып, сапарларың қайырлы болсын, деді Якуб. Балуандардың әзіл араласқан қызық әңгімелеріне мейірі қанғандай. Жайылған жер дүниеге менің ісім, адамда таңдандырған қара күшім, ойлаған өлтірмек көп саргеккейдің тыпырған түлкідей ғып бас терісін. Мырза, 1904 жылдың қысы қақаған қатты болды. 2 күннің бірі бұрқыраған боран, жаяу бұрасын ызғырық жел, шытынаған аяз еді. Ақырған ақпанның бас кезінде үйілген қарды 2 атпен сүргілетіп тартып жатқан қораға үстіне қайырма жағалы қасқыр ішік киген, басында қазандай қара қалпағы бар, қолына кісі сыйғандай үлкен сандықты бау тағып ұстаған біреу кірді. Әй, гражданин, Құттыбай мырзаның қорасы осы ма, деді қара терге батып, шөмеленген қарды сүргімен кең қорадан шығарып бара жатқан жалшыға. Құттыбай Қызылжардың белгілі саудагері еді. Бұл қораның жартысы Европа үлгісімен салынған салтанатты үй болса, бір жағы үйілген шөп, шанаға жегетін түйе, сойылатын өгіз, жеңіл шанаға жегілетін ат, атылатын қойлармен былығып жатыр. Түнімен көмген орынды қарды тазарту, шашылған шөп шаламды жинау, ондаған жалшыға үзілмейтін бейнет болатын. Қажыған жалшы қара қалпақтыға аңырая қаратты, үндемей өтіп кетті. Оның қайтып келуін күтіп, жолаушы қораның алдында тұрып қалды. Кейінгі сүргіші барғанда, алдыңғы сүргіші үйілген қарға омбылап батып кеткен атын шығара алмай жатты. Екеулеп тартып, қара терге батқан үстіне бата түсті. Қора алдында жалшыны күтіп тұрған қалпақта тықыршып мазасы кетті. Сандығын қораның аузына қойды. Ей, сендер неғып ырсылдап жатырсыңдар, деді жалшыларға жақындап келіп. Мырза, көрмей тұрсыз ба? Көргенде бас аяғын кессе бір қазан ет, арық тулақты сүйреп тастай алмай жатқандарың ұят емес пе? Әрине, мырзаларға солай көрінеді ғой. Сіздер етті ғана білесіздер, аттың салмағын көтерген кісі ғана біледі. Бұлардың сөзін қайтесің, сен барып күректі әкел, қарды қазып алайық, деді. Екінші жалшы қасқыр ішікті қара қалпақтығы ашулы көзінің қиығымен қарап. Бір жалшы жабысқан қарын қағынып, қораға қарай қарға батпаған атын бұрды. Ей, тоқта! Түріңді ағытып, тақтаңды қардың үстіне көлденең сал, күрекке әуре болып қайтесің, деді бейтаныс. Неге, мырза? Ей, қайтесің, мырза сырзаны? Мен атыңды шығарып берсем болған емес пе? Қарға аяғын батпайтындай етіп, тақтайын тасташы, неге екен саған көрсетейін. Қарға атып атқан жалшы ожырая көз астымен қарап, әлпеті аю сияқты, не қылған неме, қайдан келіп тұр осында, деп міңгірлеп қойды. Атып атпағаны не кетерін, не тақтайды шешерін білмей қалды. Ей, ағыттаймын тақтайды. Қатып қалған қай шешіле қояма, мырза, барып күрек алып келем. Ей, тәйірі, күрек. Бұлай әкелмейсің бе, деп сүргі тақтайды бір қолымен ұстап, қарға батқан атқа қарай ілкіп жіберді. Бала сүйреген ит шанадай сырғып, төрт тағандаған сүргі тақтай
басын ұстап тұрған адаммен қоса үйінді қарды түрілте жиектей келіп шоңқиды. Батқан атқа жақындатып көлденең тастады да, аттың жал құйрығынан ұстап пах деп бір жұлғанда, қарға қарны кеттеліп тұрған атты қазықтай суырып алып, қардың етегіне домалатып жіберді. Шығамын деп шапшып булығып қалған ат тұяқ қатты жерге тиген соң тұрып сілкінді де, жанындағы атқа қарап оқыранды. Екі жалшы түс көрген кісідей біріне бір қарап, үнсіз таңырқап, белгісіз кісінің бетіне қарады. Аттарының делбесін ұстап жатып, мырза, сандығыңыз далада қалды ма? Иә. Біреу іліп кетіп жүрмесе еді, бұл көшенің бейсауат қалған сандығын қымқырып кететін балалар аз емес. Іліп кететін балалар сен екеуіңдей болса, қанша жерге апарар дейсің, оның ішінде кішігірім аттай салмақ бар. Жалшылар аттарын желдір айдап, қораға кірді. Жігіттер сұмдық. Не дажал, не мәді, әйтеуір екеуінің біреуі. Солардан басқаға бейнесі ұқсамайтын біреу келді деп, қораның ішіндегі қар күреп, арбық сыпырып жүрген жігіттерге үрейлене сөйледі. О немене, несін сұрайсың, дәу? Не деп шатысып тұрсыңдар, көздеріңе бірдеңе елестеген бе? Осы заманда дәу болушы ма еді? Әне, кірді қораға. Қора ішіндегі жалшы жігіттер таңырқай қарасты. Өзгеден айрықша үлкен болмаса да, қалың түкті қасқыр ішік киген дене таңырқай қарағандарға алып сияқты көрінді. Япырай, мынауың жай емес екен. Қолындағы сандығының өзі бір шананың жүгі ғой, қалай өзі? Тіл қата ма? Сөйлестіңдер ме? Кім екен? Сөйлестік. Тілі қандай, кәдімгі адамша сөйлей ме? Орыс тілін араластырып қазақша сөйледі. Ендеше татар екен ғой. Білмедік кім екенін. Түсіне де көз тоқтатып қарай алғанымыз жоқ. Шұнақ ешкідей құлағы бүріскен, еріне жырым-жырым біреу, киіміне қарап, мырза деп едік, көтеріп жүрген сандығына қарап, кім екенін түсінбей қалдық. Ал дәу екенін қайдан біле қалдыңдар? Ойбай-ау, мынау ат қарға батып қалмады ма? Арқасы әрең көрініп тұрған атты жаңқадай саусағының ұшымен іліп, ат жерге лақтырып жіберді. Атты лақтырып жіберді дейді. Атың түгіл түйеңді түймеғырлы көретін түрі жоқ. Біз оны не дажал, не мәд деп жай айтып тұр дейсіңдер ме? Ал сөйлескенде не айтты? Құнарлы ештеңе айтқан жоқ. Мән қалау ма қалай? Аңыранған арыстандай үнінде біртүрлі шығады. Тек мынау әрі шығып бара жатқанда Құттыбай мырзаның қорасы осы ма деді. Мен бетіне де анық назар салмай асығып кетіп қалдым. Аттың қарға батқанын көріп өзі барды да менің сүргімді аяғының астына салып атты шығарып берді. Іштен Россиядан келген мырзаның достарының бірі дағы. Жоқ, мырза болса ат түгіл адам өліп жатса да мойын бұрар ма? Мынадай дәу сандықты қолына ұстап жүрген қай мырзаны көрдің? Расау өзі. Мырза болса қарға батпақ түгіл қанға батып жатса да аттап кете бермей ме? Бұл жай адамның біреуі шығар. Онда кім болды екен? Мырзаның үйіне барып кіріп те кетті. Жай жапсарында сұрай алмай қалды ғой. Құттыбай мырзаның ауыз үйінде аңшиты арс етіп үні бір шықты да, қай деген қомақты үннен сескеніп, есігі ашық тұрған ас үйге сүңгіп кетті. Бұрын бүйтпейтін иттің қаңсылынан асып тұрушы әйел шошып қалды. Әлі ұйқыда жатқан мырзаның үй іші қонақтарына ас дайындап, қолына май ұстаған күйі ауыз үйге шықты. Бәйбіше, Құттыбай мырза үйде ме дейді гүрілдеген бірін. Мектата жиекті қара қалпақ киген бас, ақ қырау басқан әшектің жағасынан қисая қарағанда, асып тұрушы әйелге бейне бір аю сөйлеп тұрғандай көрініп кетті. Ішегін үзілті бір тартып, мырза жатқан бөлмеге қарай жүгірді. Есікті әдеттегідей қағып кіруге мұршасы келмей бірден ашып, мырза деді ащы дауыспен. Оянғанына көп уақыт болса да, тұруға еріншек тартып жатқан Құттыбайға немене де болды? Үрейленген әйелге қарады. Келді, кім? Қара қалпақ қасқыр бір не деп тұрсың деп мырза басын көтерді. Әйел қайтарып сөз айтпай сырғып, мырзаның есігінен шығып, бәйбішесінің бөлмесіне кіріп кетті. Мырза, не дейді бұл малғын? Қалпағы не, қасқыры не мұның деп асығып шалбарын киіп жатты. Даладан қар күреуге көмектесіп жатқан байдың күтушісі дәуді көруге асыға үйге келіп еді. Ауыз үйде тұрған қонақты киім шешетін бөлмеге алып кіріп, киіміңізді шешіңіз мырза, мен қожайынға хабарлайын деп шығып кетті. Қонақ сырт киімін шешіп, шегеге іле бергенде, сен немене? Қайда жүрсің өзі? Үйге біреу кіріп кетті деп,
Үрейлендірді ғой әлгі күң деп жекіген байдың зілді үні шықты. Мен қар күреп жатыр едім, мырза. Сізді сұрап қарақалпақты қасқыр ішікті бір мырза келді. Сол кісіні айтқан шығар. Қасқыр ішікті дейді. Қайдан келіпті? Оншалығын білмедім, мырза. Әйтеуір киім киісі іштен келетін қонақтар сияқты. Ендеше онан несіне шошынып жүр? Үйге кіргіздің бе? Жүгі бар ма екен? Басқа жүгін қайдам, қолында әйдік сандығы бар. Шешінетін үйге кіргізейін деп едім, орнынан қозғай алмадым. Өзі көтеріп жүргеніне қарағанда ақша болуы керек. Бәрекелді. Сөз осылай болсын дағы. Әлгі біреу үрейлендіріп асығып киімімді кие алмап едім. Киініп беті қолымды жуғанша іштен келгендер кіретін қонақ үйге кіргізе бер деп мырза бөлмесіне қайта кіріп кетті. Құттыбай мырза таза жуынып, европаша киініп қонақ үйге кіргенде қонақты көріп сейілтиіп есік алдында тұрып қалды. Оның ойланып келген тәтті қиялына қонақтың бейнесі үйлеспей қалды. Оның ойынша ақшамен келіп мыңдап мал алып қайтатын, шөп тыққан қанардай қарны илікпейтін біреу болар. Ақ жағасы жарқырап, алтын сағатының шынжыр бауы омырауында айқыш-ұйқыш салбырап тұратын төпестің бір ғой деп келгені өмірінде көрмеген бейнедегі біреу болып шықты. Саудагерге үш қайнаса сорпасы қосылмайтын, жай адамға тағы үйлеспейтін мұғалім, инженер дейді емес. Шұғадан шалбар бешпенті бар, қозғалса жел соққан ағаштың жапырағындай омырауындағы орден медальдары сыңғырлап тұрған бір нәрсе. Мұндай көп наградты Құттыбай табақтас болған губернаторынан да көрмеп еді. Әскери адамға ұйғарайын десе, оның да ешқандай белгісі жоқ. Дал болған мырза аңырайып тұрып ассалаумағалейкум деді. Саумысың Құттыбай мырза? Бұрын көрмеген соң танымай тұрғанда боларсың. Қолыңды алып сәлемдесіп тұрған Россияның дүниежүзілік палуаны Қажымұқан Мұңайтпасов. Әлденеше жыл атағы жер жарып, бүтін ел болып көрген тыққан палуанның енді өз үйіне келгеніне бір жағынан сүйінді де, екінші жағынан пайдасы тиетін саудагер болмаған іштей күйінді де. Ренжіген райын ішіне тартып сездірмеске тырысты Құттыбай. Алайда көп жатқызбай құтылу керектігін ойлады табанда. Байдың еті таңдайында қалатын бұл алып мені не үшін іздеп келді екен? Құттыбайдың есіне қыстың бас кезінде үйіне келіп қонған Ұлытау болысы мен Сарытерек болысының жолаушы қарттарының әңгімесі түсті. Олар дастархан үстінде әзіл қалжыңын, өсек аяңды араластыра отырып, шырағым болыс патшаның бұйрығы деп алым-салықты көп жинап жібердіңдер. Патшамыз мұнша ақшамен қойды қайтеді екен дейді Сарытеректің ақсақалы. Елдің күйзеле бастағанын аңғарта сөйлеп, бол сіркілмей жауап берді. Ақсақал патшаға қанша қой, қанша ақша болса да көптік қылмайды. Петерборда Қажымұқан деген қазақтың бір өзіне күніне 5 қой әзер ас болатын көрінеді. Оған не шақ келсін, соған беріп жатса керек. Астапыралла. Естіген елде көптеген осау, сонда жылына 1800 қой жеген болды ма? 2000-ға жуық қой. Әй, қарағым, қайдан білейін, Петерборда палуанның бары раста шығар. Бір ауылнайдың малын бір палуанға сойып беріп, патша қызам көже қатықсыз отырмаған шығар. Ол түгіл Қасқырбай бидің өзі елден алып 50-ден астам қой сойды. Елдің еркесі палуан батыр жесе, ғалым ақындар жесе, далаға кетпеседі, қайдам қарағым дейді ақсақал күмәнді күлкімен. Қажымұқанға Құттыбай тайқазанын толтыра ет асқызды. Онда қазы да, қарта да, жая да, құйрық та, сүбі де бар еді. Ел кісілерін қондыратын үйіне дастархан жайғызып, айың астауды қайыстыра толтырып, екі жігітке көтергізіп әкеп тартқызды. Қаладан келген палуанды көруге ынтыққан мырзамен көңілдес 2-3 қарт та бірге болды. Байдың жақын адамдарының бала-шағалары да аз жиналмады. Палуан көп жыл Россияда жүрсеңіз де ел кәдесін ұмытпаған шығарсыз. Бас бермеді демессіз, мырзаның азын-аулақ төл малы елде болады. Базардан аламын дегеніңе аяз сорған малдың еті не болады деп мен алдырмадым. Соғымның мезгілі ғой. Бұйырғаны алдыңызға келді, алыңыз деді қилы қарттың бірі. Қажымұқан дастарханға отырған кісілерге айнала бір қарап алды. Мырза, мен 24 жыл шетте жүріп, тұңғыш рет сенің үйіңе кіріп отырмын. Бұл екі мүшел
Bir azamattың кемеліне келген жасы, күз өтіп қыс түскендей, қыс өтіп көк шыққандай, біраз кісі дүниеден өтіп, төтенің баласы түтетіп отыр, соның бірі өзіңсің. Тәкеңнің қайтыс болғанын осыдан 7 жыл бұрын естіп едім. Шырағым-ай, бұл қайдан ойыңа түсе қалды? Аталы сөз болды ғой өзі десіп, қарттар орындарынан бір қозғалып алды. Мырза, тағы бір тілегім бар. Мен жейін десем, тайың мен қойыңның етін қосып ассаң да, жұмырыма жұғым болмайды. Жемейін десем, жай кісінің шетін асы маған қанағат. Осы Қызылжардың ауласының қарын бір кезде мен де көріп едім. Енді мына ораңды көріп, қарын аршыған жігіттерің мені мырза десіп танымай жүр. Басымнан өткен өмір ғой. Ол байғұстар мырзасының үстіне басып кіруге именеді. Қайдан білсін, қасқыр ішік, үбіт қалпақ киген соң мырзаның бір деп ойлайды. Құттыбай тұрғанда Құдайдың есепсіз беретін мырзалығы бар ма? Рас айтасың, палуан. Құдайдың бергенінде шырағым, шүкір, шүкір деді Жантай, сақалын сипап, мырзаға көзінің астымен қарап қойып. Я, Құдай берген мырза, құлашыңды кең жаз. Сол мені мырза деп жүрген жігіттеріңді осында түгел шақыр. Тәкеңе Құран оқып, жейтін аста солар менімен бірге отырып жесін. Қасқыр ішіктің Қажымұқан екенін, шын мырзаның Құттыбай екенін білсін. Мені келіп көруге де, еркін сөйлесуге де баталмай жүр ғой ол байғұстар. Палуан, олар астан кенде емес, біз солардан артылғанын жеп отырмыз. Ертең олардың жатақханасына барып, өз алдына әңгімелесерміз. Әлгі атшаның сарайында болғаныңды айтшы. Аяусыз-ақ алтынмен аптап, күміспен күптеген шығар, ә? Уа шіркін! Патша ағзамның сарайынан не аят дейсің? Оның сарайының қақпасын көрудің өзі қандай мәртебе десеңші деп, бет-әлпетінен әлде қандай арманның желескендей Құттыбай астаудағы асты палуанға қарай ұсына берді. Қажымұқан құйған шойындай орнынан қозғалмаған күйі сабыр ет дегендей болып қолын созды да, мырзаға көзін сығырайта қарап, «Ей, Құттыбай, осыдан 26 жыл бұрын сенің көршің Масликовтың шөбін әкелем деп, Аққоранда ат өліп, маған жаяу шана сүйреттіріп, атты төлетем деп мені полицейстерге алып баратыныңда, сен айдарың алынбаған жас бала едің. Көпшілік аттың құнын төлегелі ақша жинап жатқанда, Сайын қарт төренің қасында тұрған әкеңе, уа шырағым Сәкенжан, мына бір балаға Көкшетаудың шыңындай сор бергендей, күшті де қоса берген екен. Сонысына сүйсінген көпшілік аттан келген ауыртпалықты көтеріп әкетуге қам жасап жатыр. Төлебай жомарт жалғыз атын аяғын ит қапқан жуанға бергендіктен аты шыққан екен. Саған жеке төлеп жібер демейік. Көпшіліктен қалмаңыз дегені есіңде ме? Иә, ол есімде. Сонда Сәкең марқұм қалтасынан бірдеңені алып, саған жылу жинаушыға апарып бер деп еді. Есіңде болса сол қанша ақша еді? Онысын ұмытып қалыппын деп Құттыбай күмілжіді. Онда құтташ жас еді ғой. Бір жігіттің өміріндей уақыт өткен екен. Ұсақ түйек мырзаның есінде тұра ма деп Құттыбайға таяу отырған шал желбіреген сұйық сақалын саусағына қыстыра бай көзін жұмды. Мырза, ұмытқан екенсің. Есіңе түсірейін. Қолыңа ұстап Сайын қартқа бергенің 15 тиын болатын. Сонда ол бетіңе қарап тұрып, балам, жамаушы Жағыпар да 5 сом беріп еді. Мырзалығы осы болса, әкеңе апарып бере ғой, шылым алып шексін, онсы да бір аттың құнына осы жұрттың жиғаны жетер деп, бетін сенен бұрып алған болатын. Мен мұнда қонатын үй таппай келгенім жоқ. Масликовтың дауынан айырып алған жұрттың көбі тірі. Онда үлкен кісінің қолы қысып тұрған сені аяпта едім. Енді ер көзіне тигенде бір көрейін деп келіп отырмын. Иә, Сәкең марқұмның жоқ жерде тарла қалатын мінезі болатын. Кейде көлдей шалқып, омбы Орынбордан келген біреулерге ақшаны аямай құшақтатып ақ жібере салатын. Болмаса сол атты түгел төлеуге де құдіреті келер еді ғой деп, ет турап отырған жұпыны киімді қарт майлы жаяның бір жапырақ етін аузына тастап жіберді. Аузындағыны тамсана жұтып жіберді де, шырағым Қажымұқан, Құтташтың қолы ашық, Құдай беретінін тоқтатпасын, талай кісінің мұқтажына жарап жатыр деп, мырзаға көз қиығын бір тастақ қойды. Менің айтайын дегенім ол емес. Мырзадан дүние сұрағалы отырғаным жоқ. Осы есіктің алдын
тықырлата басып, қырау басқан терезеден сығалап жүрген адамдар көп. Шамасы жалшы жігіттер болар. Мен кеткенде Масликовта жалшы болып жүретін Сергей мен Сейілбектің осы қорадан төбесін көрдім. Бәрі де мені көргісі келетін шығар. Оларды аяздаған сиырдай тықырлатып қоймай үйге кіргіздіріңіз. Осы тамақ бәрімізге де жетеді. Тіршіліктің арқасында дидарласайық. Патшаның, оның уәзірлерінің үйінде көрген тамашамды мен айтып берейін. Олар құлақтарымен естісін. Ол кім өзі есік алдында жүрген деп, мырза есік жақтағыларға қарады. Кімдерің бар ма? Патшаның палуанын көреміз деп, өзіміздің жігіттер топ-тобымен қайта-қайта келді. Көрші қоралардан сан адам келіп, есік терезеден сығалаумен жүр. Есікті іліп, алдына кісі қойып отырмыз, болмаса үйге еріксіз лап бергелі тұр. Мырза, кіргіз соларды. Солардың топырлауынан именіп далаға шыға алмай отырмын. Үйге дүметтей-ақ ертең ортасына бармайсыз ба? Мен үйіңе қыстағалы келгенім жоқ. Ертең кетем, қазір кіргіз. Болмаса асыңды да жемеймін. Я, бәріміз де дидарын көргелі келіп отырмыз. Бұл үйден талай татып жүрген дәміміз ғой. Палуанның тілегі орындалсын, шақырыңыз мырза десіп отырғандар Құттыбайға үңіле қарасты. Япырай, енді аяқтары лас үйдің үшін былғайдау. Былғанса тазартатын өздері ғой, кірсін. Жігіттер шақырылды. Алдымен Сергей мен Сейілбек кіріп, Қажымұқанмен құшақтасып көрісті. Басқа жігіттер сәлем беріп